Енді папамызға қандай бизнес ашамыз, соны ойлап табу керекпіз. Менің ойымша, папамызға ол барлығын ойнайтын және тез таусылатын болу керек. Менің ойымша, ең жақсы вариант донерный немесе бургер. Я, дәмді қылып пісірсек, бір келген клиент екінші рет келеді. Меніңше, мына донерный келетін сияқты. Мен не деймін? Типа біздің әкеміз болып, офисті арендаға алайын деп едім деп айтшы, бош. Алло, сәлеметсіз бе, апай? Қалайсыз? Андағы даусыңа дарс саңырау адам да біздің папамыз екеніне сенбейді. Мә, сен көрші, сенің даусың келетін сияқты. Алло, саламатсыз ба? Мен сіздерден бір офис аренда алайын деп едім. Қанша болады екен? Ой, балдар, папаларың қайда? Өз келу керек еді ғой. Папамыз үйде кішкене сырқаттанып қалды. Бізге ақшаны беріп, договорды алып кел деген болатын. Так, бір жұмыс бітті, енді екінші қадамға кірісуіміз керек. Я, біздің келесі қадамымыз команда жинау. Біз бала болғандықтан ересек адамдарды командаға тарту қиын болады. Сол үшін өзімізбен шамаласып, балалармен сөйлесіп көруіміз керек. Мүмкін келісіп қалар. Сонда біз официант боламыз ба? Қанша берейін деп жатырсыңдар? Нормально береміз. Жарайды, келістік. Танысып қой, бұл сәнім. Ол енді бізде официант болып жұмыс істейді. Сіздің жұмысыңыз кассада тұрып заказдарды қабылдау. Ой, опырма ғой, мен мектепте есепсе бес болғам. Негізі қауіпсіздік туралы тоже ойлану керекпіз. Балалар донерді ашып жатқанын біліп, біреу ұрлыққа түссе не істейміз? Онда біреуді жалдайық ақтан арқылы. Бірақ кімді? Ничего, не істейм. Сен бізге охрана боласың, бізге жаман біреу етсе, сен бізді қорғайсың. Ал оның өзіне охрана керек емес пе? Енді ең қиын жұмыс қалды. Я, повар табу керек. Ол жай повар емес, ол өз жұмысын жақсы көретін повар болу керек. Бірақ менің повар таныстарым жоқ. Менің ойымша, түрлі донерлерге барып дәмін тату керек. Егер бізге ұнаса, сол жасаған кісіні жұмысқа аламыз. Жақсы идея. Дәмсін-ай, шын-жүйкін жасаған көрініп тұр. Я, өте талантты повар жасаған сияқты. Кім жасады екен? Қайда кетіп тұрасың? Кетсе кетеміз, сен басқа повар табылмайды деп ойлайсың ба не? Тапсаңыз таба беріңіз, мен қуана кетемін. Міне, енді сен осы жерде жұмыс істейсің. Рахмет, қыздар, енді жұмысты қайдан табамын деп қорқып едім. Рози команда толды, енді только бастау ғана қалды. Бүгін біздің ашылғанымызға бір күн болды, бірақ бір адам келген жоқ. Мен көп адам келеді деп ойлағам. Я, уже біздің жабылымызға 10 минут қалды. Я, Қалайсыңдар қыздар? Мынау донерный ашық бар? Я, сәлеметсіздер ме? Қош келдіңіздер. Не сіздердің менюларыңыз? Сізген адам екеу беріңізші. Жарайды, қазір келем. Не? Астаныңыз тәтті болсын. Қалайсыңдар, мен жасаған донерім оларға ұнады ма? уайымдама, сенің донерің бәріне ұнайды. Сіздерде каспи бар ма? Әрине бар. Қазында 3 дәрежеге. Тамақтарыңыз өте дәмді болыпты. Рахмет. Ас болсын. Тағы да келіңіздер. Әлбек, сен анда біреу шақырып жатыр. Кім шақырып жатыр? Кластасың деймін. Кластасың? Иә, сыртта тұр. Қыз. Мә, сені көретінде күн бар екен ғой досым? Майамиға кетіп қалды деп естідім осы. Жоқ, келдім өз еліме. Осы жерге қызмет етіп
өз халқыма пайдам тисін дедім. Қазір немен айналысып отырсың? Өзің білетіндей, балық кездегі арман ғой, бизнес. Қазір бизнесмендер көбейіп кетті ғой. Ей, өзің не істедің? Балық кезде мебелин цех ашам дейтін едің. Ашпадың ба? Ай, қайда? Көріп тұрсың ғой. Стройкада істеп жүр. Жүрейік. Сен неме кешке дейін сурет сала бересің? Анау не косметический корабль ма? Мен жаңа стильдегі мебельдердің схемаларын сызып жатырмын. Сен қуады екенсің ғой. Мен хотя бір нәрсе жасап жатырмын. Сенкіне бос жүресің, сен не ештеңе жасап жатқан жоқсың. Не істеп жүрсің вообще? Мен бос жүрген жоқпын. Өз болашақ бизнесімді пландап жүрмін. Жұлдыз, сен тикток жасасың ғой, біздің донерларға күшті қылып реклама жасап берші. Окей, онда сендер по адресу келіңдер. Креативный рекламный роликтер менің темам ғой. Реклама күшті шыққан сияқты. Енді оны таргетке шығару керек. Не таргет деген? Таргет деген инстаграмдағы рекламный роликтар. Міне сіздердің менюларыңыз. Кез келгенін таңдасаңыздар болады. Осындайды көрейік, иә? Осындайдан бір екеуін берсеңіз. Жақсы. Иә, жақсы ғой. Асы осы не кедергі? Мен өзім кедергімін. Мен өзіме сенбеймін. Сенімділік деген бір істі бастағаннан кейін ғана пайда болады ғой. Сен білесің бе, мен әйелім қатты ауырып жатқанда, мен оған дәрі алып бере алмадым. Себебі оған ақшам жетпеді. Оның қайтыс болғанына да мен кінәлі сияқтымын. Алдында мектеп директор хабарласты. Қыздарымның басқа мектепке ауыстырсын дейді, себебі олардың білімі жақсы дейді. Ал ол жер қымбат. Тағы ақша жетпейді. Тағы сол баяғы кедейшілік. Әлбек, ақша болмаса осы киім, тамақ қазір бәрін сол ақша шешеді ғой. Менің ойымша стройканы тастау керек. Бір болашағы бар, прибыльный, бір пайдасы бар затпен айналысу керек саған. Сегодня нам поступило 50 заказов, и мы заработали 100 тысяч. Мен сендерге бірден айтсам точно сенесіңдер. Не болды? Бізге өте атақты блогер келді. Өтініш, мен одан заказ алсам бола ма? Блогер? Конечно, болады. Міне сіздің меніңіз. Если они сейчас про нас напишут отрицательный отзыв, то мы точно закроемся. Олай болады деп ойламаймын. Кешіріңіз, сіздердің инстаграмдарыңыз бола ма? Вау, ол қыз бізді өзінің страницасына белгілеп қойыпты. Бұндай дәмді донерді ешқашан жемеппін деп. Оның 500 мың подписчигі бар ма? Онда бізге тез дайындалу керек. Скоро өте көп клиент келетін сияқты. Папа, көзіңізді жұмыңыз. Қыздарым, мен қайда келе жатсыңдар? Сюрприз. Көзіңізді ашсаңыз болады. Та-дам! Мынау не? Бұл біздің сізге арнаған сыйлығымыз, туған күніңізбен. Қыздарым, сендер не маған ойнап отырсыңдар? Пранк па не мынау? Қайдағы машина? Пап, бұл негізі бірінші ғана сыйлық. Әлі біз сізге өте көп сыйлық жасауымыз керек. Әдемі киімдеріңізді киіп алсаңыз болады. Тағы да бір жерге бару керекпіз. Сенбеймін, ол пранк қой сендер қыздар. Сын! Біз Жанар екеуміз 5 ай бұрын осы бизнесті аштық. Бірақ басында қиын болды. Сосын жүріп кеттік. Пап, біз бұны сен үшін істедік. Енді саған қылышта істеудің қажеті жоқ. Енді біз не қаласақ сол болады. Енді сен бұл жердің иесі боласың. Алтын қыздарым сол. Сендер болмасаңдар мен не істеуші едім? Стройкада отырып
роллтон жеуші едіңіз. Ай, қалжыңдар бітпейді осылар. Қыздарым, сендер Алланың берген маған сыйсыңдар. Сендердің болғандарына Аллаға шүкір. Бірақ мен мына донерныйдың бастығы бола алмаймын, қыздар, ренжімеңдер. Неге бап? Сендер бұны басынан құрадыңдар. Ал мен өзімнің жолым бар. Мен басқа кәсіп ашамын. Ал енді әкелеріңді фирменный донермен қуантпайсыңдар ма? Ақшасын төлеңізде кез келген затты ала беріңіз. Бүгін бізде қонақта бар болған 10 жастарында өздерінің үлкен кәсіптерін ашып отырған Анель мен Жанель. Сіздерге осындай ауыр салада жұмыс істеуге не түрткі болды? Өмірімізді өзгертуге деген құлшыныс. Керемет, біздің естуімізше сіздер басында осы бизнесті өздеріңіздің әкелеріңізге ашып беруді жоспарлаған екенсіздер. Ол кісі қазір қайда? Қазір папамыз өзіне ұнайтын бизнес ашты. Оның үлкен мебельный цехы бар. Керемет, қазіргі таңда сіздердің өте көп подписчиктеріңіз бар. Олар сіздерге еліктеп бизнес ашқысы келеді. Оларға не дейсіздер? Қазіргі заман бұл керемет мүмкіндіктер заманы. Кез келген адам өзіне бизнес ашып ақша таба алады. Тек өзіңе сеніп, қорықпау керек. Сол үшін тек алға.